Саламатсыздар ма балалар? Бүгін әдебиет пәнінен мен сендерге сабақ өтем. Менің аты жөнім Ғазиза Ниязалиевна. Ал бүгін өтетін сабағымыздың тақырыбы ғарыш жолы жалғасады. Ал балалар, сабағымыздың мақсаты кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалаймын, қажет ақпаратты тауып оқимын. Ал келесі слайдта балалар қарайықшы. Оқы, қызық дейді. Біздің ғарышкерлеріміз, қазақ ғарышкерлері туралы не білесіңдер дейді. Ал балалар, Тоқтар Әубәкіров 1991 жылы 2 қазан күні Союз ТМ-13 ғарыш кемесімен ғарышқа ұшқан қазақтың тұңғыш ғарышкері. Ғарышта 7 күн 22 сағат 13 минут болды. Тоқтар бала кезінен ұшқыш болуды армандаған. Ал Талғат Мұсабаев 1994 жылы бірінші рет ұшқанда Союз ТМ-19 ғарышта 126 күн болған. 1998 жылы екінші рет ұшқанда Союз ТМ-27 208 күнін ғарышта өткізген. 2001 жылы үшінші рет ұшқанда Союз ТМ-32 мен ғарышта 8 күн болыпты. Ал балалар, үшінші ғарышкеріміз қазақтың Айдын Айымбетов туралы. 2015 жылы Союз ТМА-18М ғарыш кемесімен ғарышқа ұшқан. Қазақ ұлтының үшінші азаматы. Ол ғарышта 10 тәулікке жуық уақыт болып, туған жерге аман есен оралды. Айдын Айымбетов ғарышқа ұшу кезінде бір қатар ғылыми сынақ жүргізген. Ал балалар, біз бұл деректерді оқып қана қоймай, кәне видеодан тамашалайықшы. Қазір біз балалар осы ғарышкерлер туралы видео қараймыз. Ал тамашалайық бәріміз бірге. Жер сұлу, анадай сұлу. Ананың сұлуы ерекше. Тоқтар Әубәкіров әлемнің 256 ғарышкері. Ол қаһарман атанып, қазақ халқының мерейін тастар сәттен бұрын ұшақпен ұшудың жаңа әдісін тәжірибе жүзінде көрсетті. КСРОда тұңғыш рет МиГ истребителін трамплиннен түскендей төменге құлдилатып, теңізге жақындай бергенде лезде көтеріп әкеткен Тоқтар Әубәкіровтің ғажап өнеріне бүкіл әлем көз тікті. Аса қауіпті, ешқандай қателікті кешірмейтін осы сынақ үшін ол Гиннестің рекордтар кітабына енді. Ал Талғат Мұсабаев әлемнің 309 ғарышкері. Кеңес одағының 2 мәрте батыры, ұшқыш Талғат Бигелдиновтың есімін иеленіп, жолын жалғаған ол бір айда 5 рет, яғни 30 сағат 8 минут ашық ғарыш кеңістігіне сапарлаған үшін Гиннестің рекордтар кітабына енді. Тағы бір қызық дерек, Талғат Мұсабаев алғашқы ғарыш хирургы бейресми мәртебесінде алған. 2001 жылы ғарышқа бірге аттанған америкалық миллионер, турист Денис Тито әуе кемесі ішінде басын жарақаттайды. Экипаж командирі ретінде қазақ ғарышкері аспан кеңістігінде ұшып жүріп, жарасын тігеді, орап таңады. Осылайша Талғат Мұсабаев елінің ғана емес, бүкіл әлемнің батыры, ғарышкерлердің қорғаны атанды. Тағы бір қызық дерек, әлемнің 545 ғарышкері жерлесіміз Айдын Айымбетов пен Тоқтар Әубәкіров бір күнде, бір айда дүниеге келген. Бір оқу орнының, бір училищенің түлектері. Оқуды аяқтаған, ғарышқа ұшқан жылдарының арасында бірдей 24 жыл. Екеуі де сәрсенбінің сәтті күні көкке самғады. Енді мынаған қараңыз. Тоқтар Әубәкіровтің ғарышқа ұшқандағы командирі Александр Волков болса, Айдын Айымбетовтікі Александрдың ұлы Сергей Волков. Тәуелсіз қазақ елінің ең үлкен жетістігінің бірі ғарыш кеңістігін игеру екен сөзсіз. Осы жолда күні бүгінге дейін қыруар жұмыс атқарылып, қазақ ғалымдары өлшеусіз үлес қосты. Елордамызда ұлттық ғарыш орталығының салынуы, Бәйтерек зымыран, Есіл ғарыш кешені мен Қазсат жер серіктерінің мүлтіксіз қызметтері осының дәлеліндей. Ел экономикасы үшін маңызы зор дауыл жобасының өзі болашақта елдегі климаттық өзгерістердің алдын алуға көмегін тигізері сөзсіз. Жарайсыңдар балалар. Міне, тәуелсіз қазақ елінің ең үлкен жетістіктерінің бірі ғарыш кеңістігінің игеруі екен. Өте жақсы. Олай болса, біз бүгін түсінік оқу айдары бойынша біз Арман қуған бала атты әңгімені оқимыз. Ол әңгімені жазған Жүсіпбек Қарғасбек. Ал тыңдаймыз.
Сары таудың етегін мекен еткен әкесі Оңғарбай мен анасы Қамия туа сала көз жұмған 9 ұлдан кейінгі перзентіне Тоқтар есімін беріпті. Әкесінен қаршадайынан айырылғаннан ба, кім білсін, Тоқтар тұйықтау, оқшау өсті. Бас бұзарлық та байқатпады. Тоқтар өте бауырмал еді ғой, дейді әпкесі Бекен. Бірде ұмытпасам, 6-7 жастағы кезі болуы керек. Тоқтар ойнап жүріп, биік дуалдан ұшып кетті. Жер сүрген шекесі мен шынтағы қанап, бақырып шақырып жылап жатыр. Оны жұбата алмай, әрі беріден соң мен қосыла жыладым. Жасым үлкен болса да, ботадай боздап қоя бергенін көріп, ол тез тыйыла қалды. Содан соң жарақаттанған жерлерінің қанын жейдесінің жеңімен сүрте салып, шашымнан сипап, мені жұбата бастады. Мұны естіп, мен әрі күлдім, әрі сүйсіндім. Ол ерте есейген екен-ау деп ойладым. Көке, маған кішкентай балға жасап берші. Оны қайтесің құлыным, дейтін әкесі. Ұста болам, көке. Қой, менің ақ темірмен алысқаным жетер. Ұшқыш бол одан да. Кешегі айтқанынан айнымасаңшы. Сөйтіп әкесі оның ұшқыш болсам деп айтып қалған бір сөзін әрдайым есіне салып тұратын. Тоқтар әкесіне мүлде ерте айырылды. Батырлықтың қанға тартып, бойға даритын қасиет екен-ау. Үлкендер әкесі Оңғарбай ұстаны. Ақылымен де, ісімен де жұртқа жаққан салмақты кісі еді десетін. Оның өмір баянында Нұркен Әбдіровтің есімі жиі аталады. Тоқтар Қарағандыдағы Әбдіров атындағы аэроклубқа баруды жиілетті. Кешкі мектепте оқуында жалғастыра берді. Аэроклубта парашютпен секіруге, кейіннен ұшуға жолдама алды. Жалғыз ұлының парашютпен секіруді үйренгенін естігенде ана көңілі жай таппады. Онымен қоймай, Тоқтар 19 жасында Армавирдегі ұшқыштар даярлайтын жоғары әскери училищеге оқуға түсті. Тоқтардың болашағын ойлаған анасы, мен десең, сол бір сынау мынау дегеніңді тасташы. Менің сенен айырылғым келмейді, деп те жазды емес пе. Қазақтан шыққан тұңғыш сынақшы, ұшқыш Тоқтар Әубәкіров қорқып оқуды тастап кетті деседі, өзгелер не демек? Бойында қазақтың қаны бар, ажалдан қорқар Тоқтар емес, намысқа жеңгізді, деп Жүсіпбек Қорғасбек Тоқтар Әубәкіровтың бала кезінен үзінді міне ықшамдап алып жазылған үзіндісін оқыдық. Керемет жазылған. Олай болса, келесі слайдта балалар, осы сөздерде жаңа сөздер сандығы бар. Сол сөздерді кәне оқиықшы бірге. Нұркен Әбдіров. Ол кім балалар? Ол Отан соғысының батыры және ұшқыш екен. Ал Армавир деп айтылып тұр. Бұл Армавир Ресейдің қаласы екен. Бұл жерде анасы айтты ғой, мен десең деп. Бұл жерде менің, яғни анаңды тыңдасаң деген мағынада айтылып тұр. Жаңа сөз сандығын өтіп болсақ, балалар, есіңе түсір айдары бойынша диалог дегеніміз не? Балалар, диалог бұл әдеби шығармада екі немесе бірнеше адамның бір-бірімен сөйлескен сөздері. Бұл мәтінде әкесі мен Тоқтардың екеуінің арасындағы диалог жазылған. Міне сол диалогты, мысалы әдеби шығармаса да екі адамның сөйлесуін диалог деп атайды екен. Диалог түрінде берілген. Енді келесі слайдта балалар, мәтіндегі Тоқтардың отбасын сипаттап жаз дейді. Мысалы, Оңғарбай. Оңғарбай кім? Әкесі. Және қандай отбасы туралы айтылған? Анасы, әкесі, сол туралы өздерін сипаттап жазыңдар. Әкесі кім болған дегенде толық отбасын сипаттап жазайық балалар. Ал енді қорытындылы айдары бойынша кейіпкермен өзіңнің қасиеттеріңді кәне салыстырып көрейік. Тоқтарға тән ерекшеліктерді атайықшы балалар. Шыдамды, жанашыр, ержүрек, намысшыл, өте жақсы. Міне Тоқтарға тән ерекше қасиеттерді осы әңгімеден көріп отырмыз және естіп отырмыз. Қандай керемет. Ал енді келесі үйге тапсырма балалар. Біз Білген Академия порталына кіріп,
тест бөлімінен бүгінгі тақырыпта қаншалықты меңгергенімізді тексереміз. Және де мәтінді түсініп оқып, мазмұнын айтуды ұмытпаймыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңдар.